Армысыздар достар, менің есімім Қарменов Ержан. Бүгінгі саяси жағдай туралы сіздермен пікір бөліскім келеді. Өтіп бара жатқан жылдың ең маңызды оқиғасы әрине 9 маусым болды. Әдет болып Қазақстанда қалыптасқан бұл сайлау да мезгілінен тыс болды. Бұл сайлау екі түрлі әсер қалдырды. Оттан шығып, мұздай суға сүңгігендей болдым. Бұл менің бақылаушы болған әсерім. Бұдан кейін жарты жыл өтті. Не өзгерді деген сұрақ туындайды. Менің ойымша ең үлкен өзгеріс билік пен халықтың қарым-қатынасы, ажырасуға жақын қалған ерлі-зайыптардың қарым-қатынасы сияқты болып тұр. Екеуінікі екі бөлек космос. Выход есть екі сиыр. Сұрай бересің, бізбен ақылдаспай бала таптың, тізерлеп рахмет айт деген сөздер білесіңдер кімнің аузынан шыққанын. Түкке тұрмайтын ойлап шығарған халықтық кеңес. Өз қандастарымызды Қытайға жағу үшін құрбан салу. Тағы да сыртқы саясатта Россия-Украина конфликтісінде Россияны ашық қолдау. Күннен күнге бұл билік халықтан ажырап бара жатқаны айдан ашық. Енді оппозиция туралы айтқым келеді. Жағдай былай болып тұрған сияқты. Ақырғы айдың шеңберінде жаңа партия, жаңа қозғалыс ұйымдасып жатыр. Еркін қазақ, ХАК, Демпартия, Оян қазақ, бақылаушылар. Өз басым бұндай болып жатқан үрдісті қабылдаймын. Бірақ бұл жерде проблемалар жоқ деуге болмайды. Сол жайында айтып кетсем, ең бірінші жаңа ашылып жатқан партиялардың идеологиясы, саяси программасы, партиялардың ұрандары әр әлеуметтік топтарға қарапайым, түсінікті және барлық қоғамға өте жақын болу керек. Екіншіден, биліктің партияларды тіркеу заңдары күрделі. Бұл жайда айтайын дегенім, биліктің заңсыз түрде әртүрлі тағы да кедергі жасап жатқаны. Белсенділердің жолын кесу, қысым жасау, жиындарға әртүрлі тетушкаларды жіберуі. Үшіншіден, жасыратыны жоқ, біздің қоғамымызда көпшілігі қорқақ, саяси сауатсыз, әлеуметтік сылбыр, сайлаудан кейін тіпті сенбеушілік тарап кетті. Төртінші мәселе, оппозицияның ішіндегі бір-бірін жамандау, Ақорда проектісі деп қаралауы. Бір сөзбен айтқанда, бұл жерде ауызбіршілік жоқ. Бесінші, бұл да үлкен мәселе. Саяси тұлға, лидер. Қай халықтың менталитеті болмасын, қоғам лидерді қажет етеді. Лидері халықтың сенімін ақтайтын жағдайда көптеген жетістіктерге апаратыны тарихта айқын. Және алтыншы, қаражат мәселесі. Сіздер білесіздер, қаражатсыз ешқандай қимыл жоқ. Бұл мәселе алдағы 5 проблема шешілсе, өзімен өзі шешілетін заңды деп көрінеді. Бұл менің пікірім. Мәселеге деген өзімнің көзқарасымын. Тыңдағандарыңызға рахмет. Пікір бөлісіп тұрыңыздар. Аман сау болыңыздар.